өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Кеудеңе байладым босатпа, бәріміз жолаушы бұл жақта, жетпіс жыл құлайтын ұшақта, ей құшақта. Кеудеңе байладым босатпа, 100% бақытты болмасақ та, дауылда қорғансыз тұрсақ та, ей құшақта, құшақта, құшақта. Бүгін 18 наурыз қазақ халқының ұлттық киімдер мерекесі. Ұлттық киімдер мерекесі арқылы біз келешек ұрпаққа өзіміздің мәдени мұрамыз бен салт-дәстүрлерімізді дәріптейміз. 18 наурыз мерекесін пайдалана отырып барлықтарыңызға бірлік пен ынтымақтастық тілеймін. Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің студенттері Наурыз мерекесімен құттықтайды. Наурыз мейрамында көкпар, қыз қуу және бәйге сынды дәстүрлі жарыстар өткізіледі. Название Наурыз происходит от двух чешских слов. Нау – новый и Рус – день. Новый день. Наурызды Қазақстанмен қатар Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстан, Түркменстан және тағы басқа да елдер атап өтеді. Наурызда күн мен түн теңеледі. Наурыз мейрамында адамдар бір-бірімен көрісіп, алғыс айтады. Nauruz is the beginning of new life. Наурызын Казакийн нарны баяр юм. Хүн болгон нэгнээндээ очиж, тоглож, наадаж, нэгнийхээ мэндийг асуудаг өдөр. Важное значение имеет число 7. Оно символизирует благополучие и удачу. На праздничный стол ставят 7 священных блюд. У Наурыза есть второе название – Улустын улы күні, Великий день народа. Ақ мол болсын, наурызы ақ мол болса, жыл берекелі өтеді деген сенім бар. В некоторых тюркских народах считают, что в день Наурыза открываются небесные врата. 脑日节的到来不仅代表着春天来到，也代表着大家要开始新的生活，要更加的团结，生活会更加的幸福。 Дәстүр өткеннің ізі, болашақтың бастауы. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіс бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Ол не болды, не болды, не болды, не болды саған? Мұңаюдың жоқ себебі, себебі жоқ. Не болды, не болды, не болды, не болды саған? Өмір ұзақ жол, жоғалтып алма өзіңді осы жолда. Жүрегіңнен сұра, басқадан сұрама, сырыңды шыда деп айтты деді мама. Кетір өтіп қолда, үміттің шырағы қолыңда. Айта берсін жұрт, айта берсін. Не деседі? Айта берсін жұрт. Сенімен санаспайды, ештеңе жараспайды дейді олар. Сөз қылады тынбайды, көрмеп едік мұндайды. Жанталасып қоймайды, өзің кім деп ойлайды.
ұлттық киім күні